ойпырмай қазақтың бір қара домалақ бала шықты ғой деп, той құтты болсын деп бір қошемет деп қойсаңыздар қадірменді ағайын. Рахмет. Сөздің басы бисмилля, сәлем сөздің анасы, өлең сөздің патшасы деген қалықпыз. Ассалаумағалейкум. Асқаралы Алатаудай, қазыналы тола Қаратаудай болған қадірлі игі жақсылар. Армысыздар, бармысыздар, ханымдар мен мырзалар. Шығыстан күліп атқан таң сияқты, жүрекке жылы тиер ән сияқты, жылы жүзді жеңгелер мен әпкелер деп бір қошемет деп қойсаңыздар қадірменді ағайын. Бүгін міне алып бәйтеректей тамырын тереңге жайған, жоққа жасымайтын, барға тасымайтын, өмірі өлең, көңілі әуен болған ысты елі, соның ішінде Дайрабай ата әулетінде дүбірлеткен ұлан ғасыр қуаныш ардақтың ағайын. Болар істің басына жақсы келіп қонар қасына десе, бүгінде бар болса бөліп беретін, жоқ болса тірекші болатын. Осындағы Нұридолла көкемізбенен Гүлнардай жеңшеміз баршаңызда сырды сәулетті, іші дәулетті болған, сән салтанат сәулетті болған осындай тойханаға арнайы сіздерді шақырған жайы бар. Торқалы той мен керемет кешке қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі тойымыздың әніменен сәні болған Нұридолла көкемменен Гүлнардай жеңшемнің осындағы өкілі кәмшаты, ақ маңдайлы сұлу сымбатты ерке қызы, алтын жалатқан асықтай, күміс жылатқан қасықтай болған, атына заты сай болған, Айгерімдей осы елдің сұлуына, алтын елдің тұлпары, зілді көктің сұңқары, ер жігіттің сұлтаны, көздің нұры, жігіттің бір болған Бегарыс есімді күйеу балдарыңыз ақ босатқан мініп, қолындағы сырғасы мен әйгерімге құда түсіп жатқан екен ардақты ағайын. Ендеше екі жастың бақытын бір Алладан сұрайық, жастар бақытты болсын деп, дүрсілдетіп, күрсілдетіп, бір қошеметтеп қояйық қадірменді ағайындар. Ал енді көп қайнаған сорпаның тәмбігеттегі бар, алдарыңызға шығып мен де қара сөзбен қамырлеп жатпайын, әдептен озбай, жүректі қозғай отырып, бүгін сезімдері, септіктей, қиялдары, қанықпай, тілектері, таслердей, Құдай қосқан қос аққомызда қазақтың салтын сабақтап, дәстүрін дәріптеп, арнайы осындағы ләззат шоу театрланған көрініспен ортаға қарсылайық қадірменді ағайын.